Жақсы, бисмиллахумма салли ва саллям амма баъд. Біздер мына отбасы жайында бабу никах өтіп келе жатырмыз, иә. Құрметті ер азаматтар, бұл неке тақырыбы ер азаматтар көбірек біздер білетін тақырып. Отбасы біліңіздер, ол сіздің құрған кіші бір мемлекетіңіз. Сол мемлекеттің басшысы болады. Оны ер азамат деп айтамыз. Отбасы, Құдай бетін аулақ етсін. Егер отбасы бұзылатын болса, ол отбасыға бір адам жауап береді. Құдайдың алдында да, адамның алдында да. Ол кім? Ер азаматтар жауап береді. Ой, әйелім өзі тыңдамай кетті, ой, өз бойын сынбай кетті, ой, өз солай болды, анау араласып кетті, елдің сөзі араласып кетті деген бәрі өтпейді. Қалай болғанда да ер азамат біздің ұстанымымыз шариғатқа сай болған кезде отбасымыз тыныш болады. Біздер қашан осылай шариғат бойынша неке тақырыбын біліп, сол бойынша отбасымызды қарамайтын болсақ, онда отбасымыз құлдырай бастайды. Иә, отбасымыз. Сол себепті бұған өте осылай дұрыс қараңыздар. Көп жерде айтып жүреміз, біздің отбасыға дайындығымыз көбінесе сол тойдың айналасында өтіп кетеді. Елдің бәрі сол үйленсейші дейді, үйленен болды, қыз тапты деп табылады, бір машина тапқандай қылады. Тойды белгілейді, сонымен неше адам шақыратын, қай жерде той өткізетін. Сонда отбасыға дайындық сол тойдың маңайымен аяқталып жатыр да. Бұл той бітті, ал енді елдің бәрі ол екі жастан не тілеп жатыр енді қалай да болсын бақытты болуың керексің сен дейді. Неге? Өткен саған қанша ақша кетті дейді. Құдаларға аямай кигіздік дейді нелерді. Киітін бердік, алтын, бриллиантын тақтық. Балам, көрдің бе, сенен аяған ит жесін деп қойды әкесі. Балам, сенен ешіз аяған жоқпын дейді. Мен көріп жатырмын, мен қарызданып қалдым елге деп жатыр. Енді сен қалай да болсын бақытты болуың керексің дейді бұл келінменше. Ал бірақ неке тақырыбы үйтіп айтып жатқан жоқ та бізге. Алла Субхана Тағаланың отбасылық тақырыбында тойға дайындық солай шашылыңдар деп айтқан жоқ. Дайындықты осылай біліммен болсын деп жатыр. Сен одан сұраласың деп жатыр Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Аманаттың ішіндегі ең үлкен алғашқылардың бірі ол біреудің қызын аманат қылып алдық, біз оған жауап береміз. Оған жауап береміз. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям, білесіздер, 4 мәрте умраға барған, 5-ші мәрте үлкен қажылыққа барды. Сол қажылығын қоштасу қажылығы деп аталады. Хаджатул вада дейді. Сол қоштасу қажылығында Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям құтбаға шығып, халыққа, сахабаларына уағыз айтты. Сол уағызында Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям осы отбасы жайында айтты. Отбасы тақырыбында уағыз айтты. Және сол отбасыдағы алған жарларымыз аманат екендігін, ертең қияметте одан өте қатты сұралатындығымызды Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям қайталай берді дейді сахабалар. Қайталай берген соншалық біз ішімізден ойладық дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям теманы өзгертсе жақсы болар еді, бір басқа тақырыпта уағыз айтса ғой деп ойлап отырдық ішімізден дейді. Бірақ Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям басқа темаға өткен жоқ. Алейкум ниса деген сөз қайталай берді. Ей, байқаңдар, ixtiyat болыңдар, әйелдерінен қатты сұраласыңдар деп осы сөзді қайталауымен Пайғамбар уағыз насихатын жалғастыра берді дейді. Сосын құрметті ер азаматтар, біздің дайындығымыз солай болу керек. Ол той, құдалық, ол өз алдына оның бәрі. Ол дәстүр бойынша, ол өз кете беретін бір үрдіс. Бұған қарсы шығып атқан ешқайсымыз жоқ. Оны доғарыңыздар, жасамаңыздар деп атқанда жеріміз жоқ. Менің айтқым келіп тұрғаны, одан да қаттырақ дайындық ол біліммен болу керек. Яғни сен біреудің аманат қызын алып атсың, келін сүріп атсыздар мені, Алла соған жеткізсін баршамызды. Әрбір әкенің арманы балам есейсе екен, сол балам үйлендіріп, немере сүйсем екен дейді. Қызым аман есен бой жетіп, соны өзің құтты мекеніне шығарып сасам екен. Әрбір әкенің ол арманы.
Өйткені өмірге баланың келуіне себепкер болды ма, енді әке оған жауап береді. Ол аманат. Балалар Құдайдың берген аманаттары. Сол сияқты сол балаңды сенің біреудің аманат қызын алады да ертең. Сонда сіздің әулетіңізге адам қосылады. Оны дайындық демек той қандай өте қымбат тойханада, өте қымбат ресторанда немесе той өткізгеніңізбен жастар бақытты болды деген не шыққан жоқ шыққандай, ешқандай нәтиже шықпайды одан. Яғни тойды қайда өткізсең, онда өткіз, бұл ешнәрсені шешпейді. Еш нәрсені өзгертпейді. Қараңыздар. Бәлкім сол әке ретінде, баласы ретінде, немесе біреудің күйеу баласы ретінде осы отырмыз әрқайсымыз. Біздің дайындығымыз шариғат көрсеткеніндей, пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам айтып кеткеніндей, Алла тағала Құран кәрімде меңзегендей болу керек. Сол кезде отбасын тыныш болады. Сізден, бізден тараған балаларымызға да осы аманат өтеді иншалла ертең. Ертең олар да дәл осылай. Олар да шариғат бойынша отбасын құрып, олар да ертең болашақта балаларын солай үйлендіріп, шариғат бойынша. Осылай кетіп жатса, онда ел тыныш болады. Әрбір қосылған жастар бақытты болады. Құдай бетін Аллаға етсін, айырылысып, жаға жыртысып, соттасып, бір-бірін лағынеттеп, ондай болмайды. Ешқандай жастар айырылысамыз деп қосылмайды. Жастарды кім қосады? Кім қосты оларды? Алла қосады, дұрыс айтып жатсыздар. Жастарды Алла қосады. Яғни Алла субхана ва тағаланың жазып қойған тағдыры сол болды. Енді сол бірақ берілген нығметті біздер біліммен шариғат көрсеткендей бағаламаған кезде оны Алла бізден алып қояды. Және Алланың азабы келеді. Алла Құранда ашық айтып жатыр. Егер берілген нығметке шүкір етсеңдер арттыра беремін деді. Егер оның қадіріне жетпесеңдер, Алла тағаланың берген нығметіне күфірлік келтірсеңдер, күфірлік деген оның қадіріне жетпесең деген сөз. Онда Алланың азабы келеді сендерге дейді. Бірақ ол азап әртүрлі келеді. Сонда қарасақ, Алла субхана ва тағаланың сол шариғат ережесін жүрмеген кезде көп нәрсеге біз қиыншылыққа тап боламыз. Қазір бәрі осы жерге көлікпен келдік. Осы жерге аман есен келіп, қазір қайттан аман есен үйімізге қайтуымызға әуелі Алла, екінші жол ережесі кепіл болады. Жол ережесін сақтап келдік, бәріміз аман есен келдік. Сол сияқты отбасыңыздың да ережесі бар. Кім сол ережені сақтайды? Оның отбасы аман, тыныш болады. Бәрі бәракат болады. Кім ережеге бағынбайды? Жоқ, мен өзім білем отбасын, мен ақылыма айтмаңдар. Енді мен өзім отбасымды өзім білемін десеңіз, онда жаңағыда ережеге бағынбастан машинені теуіп келген адам сияқты боласың қазір. Мен жол ережесін бағынбаймын, бірақ жүремін мен көшеде. Қалай жүресің сен? Сен ережеге бағынбасың, қалай жүресің? Жүре алмайсың. Онда өзің жеке жол соғып ал. Өткен мына жолдың бәрінде ережемен жүрмесек, қазір сенің біреуге зияның тиеді. Сол сияқты отбасыда ол не? Оның ережелері бар. Оны өткен дәрісте айтқан болатынымыз, жаңа естеріңізге салып қайталап айтқанымыз ғой. Енді құрметті жастар, сол отбасы жайындағы білімімізден бұрын, оны ақырында бәрі дәрісте айтып отырам, иншалла. Сол білімнен бұрын бірінші әдеп тұрады. Не тұрады? Әдеп тұрады. Яғни отбасының әдебі бар. Біздер ол әдептен аттап кетіп, былай кірісіп кеткен кезде көп нәрсені дұрыс жасамай қоятырмыз. Яғни кез келген нәрсенің дінімізде әдебі бар. Іблісте де білім болған, бірақ ода әдеп болмағаннан кейін оның білімі іблісті құтқармады. Әйтпесе іблісте не болған? Ода да білім болған. Адам пайғамбарда да білім болды, және ол кісіде әдеп болды. Адам пайғамбар нәпсіге беріліп, күнә жасап қойды. Ібліс те күнә жасады, адам пайғамбар да күнә жасап қойды. Сөйтіп, Адам алейхиссалам әдепті ғой.
ол тәуба етіп, сол нәпсіге беріліп күнә істеп қойғанның бәрін түсініп, Алла субхана ва тағаламен әдеппен мәміле қылып тәуба ете берді, тәубасы қабыл болды. Ал іблісте әдеп жоқ, ода білім болды. Ол Алламен кәдімгі сөзі келіп қалды. Адамға сәжде қыл деген кезде ол не деді? Жоқ қылмайын деп тұрып алды. Өзінің жауап бере алмағанын мойындамай тұр және. Алла Тағала негізінде бәрін ортаға бір ғылымға қатысты сұрақ тастаған еді. Періштелер бәріне қойды оны. Бірақ Алла Құран кәрімде деді: "Уаллама Адама ал-асма куллахум". Бірақ адам пайғамбарға Алла Тағала сол ғылымның есімдерін, атаулықтарын Алла үйретіп қойған еді дейді. Алла оған үйретіп қойған болды. Оны ешкім білмейді Алладан басқа. Сөйтіп сұрақты бәріне қойды. Өрде ібліс те бар, періште бәрі бар. Не істей алмады олар? Жауап бере алмады сұраққа. Кейін адам пайғамбарға ал сен айт деген кезде адам алейхиссалам бәрін айтып берді. Оның жауабын кім үйретіп қойған еді оған? Алла өзі айтып жатыр. Алла Тағала аллама адам ал-асма. Яғни бүткіл есімдерін бәрін Алла оған сол жауабын үйретіп қойған еді. Сөйтіп адам пайғамбар бәрін жауап берді. Кейін Алла Тағала енді осыны бойынсыңдар енді. Енді сәжде қылыңдар адамға. Көрдіңдер ғой, адам мықты сендерден. Бойынсынып сәжде қылыңдар деген кезде бүткіл періштелер не істеді оған? Бәрі сәжде қылды дейді. Илля иблис дейді. Иблис қана тәкаппарланып тұрып алды да сәжде қылмады. Қалған Жабраил періштеден басқа бүткіл періште болған ол жерде. Бүткіл періштелер адам пайғамбарға бойынсынды. Бастарын иді бәрі. Сәжде қылды. Шынымен мықты екенсің сен деп. Иблис тұрып алды. Басын жоқ, мен сәжде қылмаймын деді. Алла Тағала басқа аятта айтады: "Ей иблис, сен сәжде қылмауыңа не себеп, не кедергі болды?" деген кезде оның айтқан жауабы не еді? Ол даңдайынсызды. Ол топырақтан, мен оттан, жоқ деді. Қайсысы мықты деп Аллаға әңгіме айтқан ғой ол. Топырақ мықты ма, от мықты ма деп. Бірақ өзінің мына жақтан надандықпен ғылым білімге жауап бере алмаған оны есептеп тұрған жоқ ол. Оны білмей қалған, мойындап тұрған жоқ. Адам пайғамбарын жауап беріп, одан озып кеткенін де мойындап тұрған жоқ. Неге оның бойында не жоқ? Әдеп болмағаннан кейін адам былай тұрсын. Роббил аламинмен кәдімгі байланыс тұрған жерде. Жоқ деп. Сөйтіп не болды дейді ол? Сөйтіп ол ражим болды дейді. Ражим деген бір жола Алла субхана ва тағаланың рахматынан үзіліп кетті ол. Өйткені ол тәкаппарланып күнә жасады дейді. Яғни адам пайғамбар нәпсіге беріп күнә жасады. Яғни жеме деген жеміс жеп қойған еді ол. Ал іблістің бойында әдеп болмағаннан кейін ол тәкаппарланып күнә жасады. Тәкаппарлығы сол Аллаға мінез көрсетіп тұрды, жоқ деп. Қара, өзінің надандығын мойындап тұрған жоқ. Білмейтінін мойындап тұрған жоқ. Жоқ, мен ол топырақ, мен оттан деп өзін жоғары санап, адамнан өзін жоғары санап ол тәкаппар болып тұрған жерде. Сөйтіп ражим болды дейді. Ражим деген не екен? Болды. Алла субхана ва тағаланың рахматынан үзіліп кетті ол дейді. Болды, кетті. Сөйтіп шайтан болды дейді. Шайтан деген мағынасы алыстап кетті ол дейді. Қазір барған сайын Алланың рахматынан тек алыстадан алыстап барады ол қазір. Жақындап жатқан жоқ. Біздің арманымыз Алла Тағаланың рахматына жақындағымыз келеді. Қалай жақындаймыз? Намаз арқылы, осылай дәріс арқылы, ораза арқылы, қажылық арқылы, біреуге көмектесу арқылы. Бәрі айналып келген кезде ниетіміз Алла субхана ва тағаланың рахматына бөлену. Алла баршамыз рахматын алсын. Біз жәннатқа Алла рахматымен кіреміз. Пайғамбар алейхиссалам соны айтты бізге. Ешкім амалымен істей алмайды деді. Жәннатқа ешкім кіре алмайды. Егер есептессек, пайғамбар да кіре алмайтындығын айтты. Қалай кіреміз дегенде, Алланың рахматымен кіреміз деді иншалла. Енді Алла рахматына кіру үшін, демек Алланың бұйырған нәрсесіне ұмтыламыз. Алла не бұйырды, тағы да не істейін, және не істейін. Алла бір нәрседен тыйған болса, біз одан тыйылып қашамыз енді. Ол күнәдан қорқып тұрған жоқ біз. Сол күнәдан тыйған Алладан ұялып, біз жақындамаймыз күнәдан. Әйтпесе күнәнің өзі бізге қорқынышты емес. Әңгіме күнәда емес. Әңгіме кімде? Сол күнәдан тыйған Аллада болып тұр ғой. Яғни Алланы жақсы көргендіктен әдептен аттамайық деп күнәға жақындамаймыз. Сол арқылы осы әдептеріміз Алла рахматына біз алып барады иншалла. Демек, құрметті жастар, біздің отбасымызда да әдеп болу керек екен. Осы әдептен кейін білім келеді. Сол кезде білім әдеп арқылы бізге жемісін бере бастайды. Ал бірыңғай тек қана білім алып, бірақ әдеп не екенін білмейтін болсақ, онда
жаңа айтқанда ібілісті білімі құтқармады. Бір құтқарса сол құтылатын еді. Ібіліс құтылып кететін еді. Білім болған ода. Бірақ сол білімі не бермеді оған? Пайда бермеді. Егер оның бойында әдеп болғанда, ол үндемей қала салу керек еді ана жерде. Не болғанда да ол қоя салу керек еді. Енді отбасымыздың әдебін айтайық, құрметті жастар, жазып отырыңыздар. Сұраймын мен бәрін. Сұраймын. Отбасымыздың бірінші әдебі қаул бисмиллахи инде духул манзил. Отбасымызға кірген кезде бисмиллахир-рахманир-рахим деп кіру ол әдебі екен. Қалай кіреміз үйге? Қатын, тамағың дайын ба деп айқайлап кірме да үйге. Нап телефон көтермейсің деп айқайлап кірме. Тірісіңдер ма өзі деп дауыс көтеріп. Жоқ, олай емес. Үйге қалай кіреміз? Алланың көркем есімімен кіреміз. Ана ручканы ұстаған кезде бисмилля деді. Сөйт. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ассаламу алейкум деп Алланың көркем есімімен жетіп кіру керек үйге. Алланың рахман-рахимін айтып кірген адамға бол отбасыңызда баракат болады енді. Шайтан подъезде қалып кетті енді иншалла. Өйткені қай жерде Алла ұлықталған жер болса, рахман-рахим айтылған жерде ібіліс өз жерге кіре алмай қалады. Шайтан бірге қосақтасып келді негізінде. Қазір бұның отбасында мен қазір бір ойранын шығарам. Қазір ана әйел телефон көтермеген еді, или бұл көтермеген еді. Әйел күтіп отырар жақта қазір. Қазір ортасынан тастайып не екенін, ай басталады деп тұрған еді. Сіз оның несін бұзып жібердіңіз. План бұзылып кетті. Ол подъезде қалып кетті, кіре алмай қалды. Не үшін кіре алмай қалды? Сіз Алла субхана ва тағаланың көркем есімін, кез келген Алланың көркем есімін айтқан кезде адам, бұл шайтанға өте ауыр болады. Шайтан өте қатты соққалады сол жерде. Артынан жел шығарып қашады дейді шайтан. Сол сөз естіген кезде. Көрдіңіз ба? Мынау пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның сүннет амалдары, әдеп деп атқан сүннет мұстахабтыр мынаның бәрі. Мысалы біздер кейде жарайды мұстахаб амал екен ғой, әдеп дегеніміз сүннет екен ғой деп оны жеңіл қараймыз да кейде. Жұма күні анау миск себінеміз ғой, әдем театр. Бұл шайтанның, жындардың ең жек көретін исі ғой. Сіз миск себініп шыққан кезде олар неше километрде алыста қашады екен сізден. Неге? Сіз олардың ең жек көретін сасық иісін себіп алғасың да денеңе. Біз үшін хош иіс ол. Анау нең мисігің әдем екен, бере тұр, қандай түрін көрейік деп, ана әдем болса сұраймыз бір-бірімізден. Солай ғой. Демек, өз ара біздер үшін ол хош иіс. Дұрыс, жұма намазға, айт намазға, көпшілік жиналатын жерге пайғамбар саллаллаху алейхи ол сүннет амалы, соны себініп келу керек негізінде. Ал көзге көрінбейтін шайтандар үшін ше. Не екен ол? Өте сасық иіс. Сол сияқты үйіңізге кіретін кезде бисмилля деп Алланың есімін айтып кірсеңіз, ассаламу алейкум деп, әссалам да Алланың көркем есімі. Осылай айтып кірсеңіз үйден, онда жаңағы шайтанның ең жек көретін, өте қатты соққа алатын сөзін айттыңыз сіз. Болды. Бұл енді ары қарай қашып кетті. Сізбен ілесіп келген еді негізі. Міне қазір бастайым деп тұрған еді, сіз осыны сөз айтып жібердіңіз. Демек, бірінші әдебі не екен? Алланың көркем есімдерін айтып кіру үйге. Осы сөзді айтып кірген кезде, біліңіз, сіз қандай бір ашуланып келетсен да, қандай бір басқа оймен үйге келетқан болсаңыз, әйелімен қазір байланысамын, қазір мен онымен сөйлесем деп келетқан болса, бәрі атмен болады. Неге? Өйткені Алла Тағаланы біз аузымызға алған кезде, бұл шайтан сенің жаныңда жоқ. Ана отқа май құйып тұрған шайтан қашып кетті. Сөйтіп отқа су құйғандай болады екен. Оттың үстіне су құйсаңыз не болады? Сөніп қалады ғой. Бұл сіз су сепкендей басыласыз. Үйіңізге кірген кезде, дұрыстап, ашуы жоқ, осылай кіресіз. Ал шайтан бірақ сізде олай емес, ашулы кіргізгісі кеп тұрған еді. Тыныш тұрған үйіңнің ойранын өзің шығарасың қазір. Балалардың мазасын алатын сенсің. Сырттағы көңілсіз кейде осындай бір жағдаяттар үйге кіріп кетіп жатады да. Олай болмау керек. Үйдегі нәрсе көшеге шықпау керек.
көшедегі нәрсе үйге алып келмеңдер. Бұл жақта қалдырып кетіңдер. Жұмыстағы нәрсе жұмыста қалсын. Көшедегі әңгіме көшеде қалсын. Базардағы әңгіме базарда қалып кетсін. Үйдің ішіндегі әңгіме үйде қалып кетсін. Ол үйдің ішіндегі спальня дейміз ғой, жатын бөлмең. Жатын бөлмедегі әңгіме жатын бөлмеде қалып кету керек. Бұл мынаяқтағы бөлмеге шығуға болмайды даже. Яғни әрбір мәселе біздегі ұстанымымыз, айтып жатқан сөздеріміз әр жерде қалып кету керек. Тек қана біз осыны тарқатып жаюға болады Алланың дінін ғана. Алланың Құранын ғана айтып жүріңдер. Пайғамбар алейхиссаламның хадисін ғана бір-бірімізге айтып, оны жайып жүрейік. Пайғамбар осылай деп айтқан екен. Мынандай хадис естің кеше дәрісте деп, оны айту керек енді. Өйткені бір-бірімізді жақсылыққа шақыру, бір-бірімізді жамандықтан қайтарудың үкімі не? Парыз. Ол парыз. Яғни міндетімізді атқарып жүруіміз керек. Шариғат шеңберінде ғана. Ал қалған отбасы мәселелер не істемеу керек ол? Шықпау керек. Демек, бірінші әдебі не екен отбасымыздың? Үйге кіретін кезде Алланы көркем есімін айтып, бисмиллахир-рахманир-рахим, ассаламу алейкум деп, осылай кіру керек екен. Екінші әдебі әл-каламун тойиб мин ба'дукум ли ба'д. Екінші әдебі үйге кіріп отбасыңызбен көріскен кезде жақсы сөз сөйлеу керек екен. Аузымыздан қандай сөз шығу керек? Жақсы сөз шықсын. Көп қой сөздер. Ой, қатын ашылып кетіпсің ғой деп қой. Ана тамағына кішкене бір комплимент білдіріп қойыңыз. Дәмді болыпты. Не деген тамақ? Біздің қатынның тамағының алдында ана шеф поварлар ұйықтап қалады негізінде деп қой арасында. Ондай емес негізінде. Болса да деп қоя салды енді. Деп қоя салды. Осы ауыздан шыққан әрбір сөз періште әмин деп тұрады екен. Бұрын қарасаң, келін құдай қаласа, шеф поварыңда ұйықтап қалатын болады сен келінің алдында. Не деген қолы сондай тәтті болып кетеді оның. Неге? Сіз күніге не ете бергенсіз? Айта бергенсіз, жақсы сөз. Ой, керемет екен, ой, тамаша екен. Яғни үйге келген кезде құрметті ер азаматтар, міне, екінші әдебі осы екен. Не екен екінші әдеп? Жақсы сөз, қазақ не дейді? Жарым ырыс дейді. Яғни үйіміздің баракатын ырыс осылай кіргізесіздер. Жақсы сөз айтыңдар. Қанша мына жерден ашуың кеп тұрса да, тағы бір жағдай болып тұр, көңілсіз болып тұрсаң да жақсы сөз айт. Бір жақсы сөз айт. Осы жақсы сөз, иншалла, үйіңіздің баракатын кіргізеді. Шырайын кіргізеді. Үйіңіздегі күтіп отқан анау ең жақсы адамдар солар негізінде. Мынау есік ортада тұрған болса, мына үйдің іші, мына үйдің сырты ғой. Мына үйдің сыртында адамдар, жақсы адамдар көп қой сізге жақсылыққа тілеп жатқан. Бірақ біліңіздер, сіздің отбасыңыздан артық мына өмірде жақсы адам жоқ сіз үшін. Сенің амандығыңды тілеп отыратын, әйтеуір аман есен келсе екен, жол ашық болса екен деп, ең тілеп отырған адамдар сол сенің үйіңдегі адамдар. Мынаяқтағы адамдар жылтырап көріне береді бәрі. Бәрі күліп сөйлеп, ой деп дей береді. Бірақ ақиқатына келген кезде шынымен осылар сен жанашырларың. Міне осылар. Қуанышыңда да қатты қуанатын осылар. Басыңа бір іс түскен кезде қатты күрсініп қиналатын да осылар. Мынаяқтағылар емес. Біздер кейде жаңағы нәрсені мынаяққа ауыстырып жібергенбіз. Яғни көшедегі танымайтын біреулермен өте көркем сөйлесеміз. Сіз деп сөйлейміз, сызылып сөйлейміз. Ал үйге келген кезде бір өтірік маскамен кіреді да бүйтіп, түр жасап алып бүйтіп. Оның не қажеті бар деп жатқаным ғой. Яғни шынымен сен тілеуің тілеп отқан Құдайдың бере саған аманат отбасыңды не олай жоқтан жаңағыдай жасаймыз деп жатқаным ғой, аураны бұзып. Олай керек емес. Керісінше біз көшедегі адамдармен қарапайым болайық. Қарапайым, қатты оймен дос болып кетпе, қатты дұшпанда болма. Өйткені біреумен қатты дос болып кетсең, ертең ол сен дұшпанға айналған кезде көтере алмай қалады адамдар. Біреуді оңбаған дұшпан деп санап жүрсе, бір күн досқа айналып кетеді сол адамдар. Сосын кез келген адаммен көшеде адамдармен арада не болу керек? Ара қашықтық. Біреуді қатты дос деп қатты кірісіп кетпе, біреуді қатты жекті көріп кетпе, дұшпаным деп. Өйткені Алла Құранда дұшпанды бізге іблис айтқан. Біз бір-бірімізге бауырмыз. Иннамал муъминуна ал-ихва дейді Алла. Расында момындар сендер бір-бірлеріңе
бауырсындар. Ал сендердің негізгі дұшпандарың Алла айтады, іблис дейді. Алла ескертіп жатыр. Сонда біздің арамызға от салатын, бір-бірімізді қырылыстыратын, төбелестіретін, соттататын ол іблис. Алла соны айтып жатыр. Осы сендер жауластырады дейді, ортаға кіріп алып. Біздің ең дұшпанымыз ол адамдар емес, іблис. Сол үшін адамдарды Алла разы болсын сыйлайық, Алла разы болсын құрметтейік, қарапайым болайық, қоғамдағы адамдармен, олардың хақысына кірмейік. Үй отбасыңызға кірген кезде енді осы шақта енді не болу керек? Енді арқа жарқа көңілді, керемет сәт өткізу керек отбасымызда. Неге? Өйткені осы жақсы сөз біздің балаларымыздың құлағында қалу керек. Балаларымыздың. Сол балалар ертең есейіп, олар да өздері ертең бір-бір отан болады өздері. Олар да соны не істейді ертең? Не істейді? Қайталайды. Әке көрген оқ жонар деген содан қалған. Біздің балаларымыз көріп өсу керек. Әке деген қандай болу керек жалпы? Ешқашан мен әкемнің дауыс көтерген естімеген үйде. Әкем ешқашан анамды боқтаған емес. Әкем ешқашан біздің үйде ғайбат, өтірік, өсек айтқан емес. Әкемізден тек қана ғибратты әңгіме естуші едік деп бала осылай қап кету керек та оның миында, құлағында. Ертең сол бала мықты азамат өседі. Неге? Өйткені әкеден ешқашан естімеген, боқтық сөз, отбасы ішінде оны естімеген. Тек әкесінің ассалаумағалейкум деп кірген есінде, үйге кірген кезде тек жақсы сөз айтқандар есінде. Осы. Екінші әдебі не екен? Жақсы сөз. Үшінші әдебі таркул ғибат ва нафиха. Үшінші әдебі отбасымыздың ғайбат, өсек, жала секілді сөздерін ешқашан жолатпай үйіңе. Сыртты да айтпау керек. Бірақ үйіңде мүлдем айтпау керек екен. Не айтпау керек үйде? Ғайбат деген не? Ғайбат деген бір адамның бойындағы кемшілікті айту. Дастархан басында отырып алып, адамдардың кемшілігін айтып отыруға болмайды. Бұл ғайбатта Алла Құран кәрімде қайтарған бізді. Ғайбаттан Алла қайтарды. Ғайбат деген не екен? Адамның бойында бар сондай бір кемшіліктер. Соны айтсаң ғайбат болады қазір. Алла оны не деп айтты? Өзіңнің бауырыңның етін жей аласың ба деп айтқанда. Бауырыңның етін жей алмайсың ғой. Ғайбат сөйлемеңдер дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям алдына бір әйел кісі келіп сұрақ қойған. Жанында Айша анамыз отырған еді. Сөйтіп жаңа әйел кісі жауабын алып кетіп баратқан кезде Айша анамыз: "Я Расулалла, қараңыз, бойы кішкентай әйел кісі екен" деп айтқан да. Бойы кішкентай деп айтқан. Сөзі пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям: Айша, сен ғайбат сөйледің" деді. "Я Расулалла, ғайбат емес, қарасаңызшы, бойы кішкентай ғой" деп айтты. Айша, сен тағы да ғайбат сөйледің" деді. Айша анамыз сөзге барып түсінді. "Я Расулалла, ғайбат деген не" деп енді дұрыс сұрақ қойды ол кісі. "Я Расулалла, не ол ғайбат деген" деді. Ғайбат деген адамның бойындағы бар нәрсені айтуың деді. Содан тыйды Расулалла. Өйткені оның бойы сондай болған ол кінәлі ме, кінәлі емес па? Алла сөйтіп жаратты ғой оны. Біреуді ақ, біреуді қара, біреу сары, біреу ұзын, біреу қысқа, біреу семіз, біреу арық. Яғни Алла субхана тағала жаратылысты қалай жаратты, ол ешкімнен сұраған жоқ Алла. Ешкім ақылдаспайды. Және Алла тағала оған қарамайды да. Пайғамбар ескертті бізге. Яғни сенің ғайбаттап, жамандап атқан адамның бойында сондай кемшіліктер болса, Алла оған қарамайды. Пайғамбар ескертті оны. Алла тағала сендердің түрлеріңе, жыныстарыңа қарамайды деді. Сендердің жүректеріңе, амалдарыңа қарайды деді. Сонда Алла субхана ва тағаланың бізге назар түсіп қарайтын екі амалды айтты. Бірінші жүрегімізге қарайды екен. Неде не болып жатыр әңгіме? Мынаның ішінде не болып жатыр? Алла осыған қарап жатыр. Мына жерде біреу көре алмаушылық, жек көру нәрсе бар ма? Жоқ, мейірім, жақсылық жасасақ екен, сауап нәрсе істесем деген нәрсе бар ма? Не бар мына жерде? Алла осыған қарап жатыр. Мына жағында қанша әдеміне, бойың 2 метр болып, керемет сымбат болып жүрген Алла қарап жатқан жоқ оған. Алла вообще қарамайды о жеріңе дейді. Мынаған қарайды деп отыр Алла. Жүрегіңде не болып жатыр мынаның ішінде? Екінші неге қарайды деді? Амалыңа қарайды деп отыр. Амалың қалай болып жатыр? Алла үшін істеп жатсың ба? Жоқ, рия үшін істеп жатсың ба? Алла үшін намаз оқып жатсың ба? Жоқ, басқа үшін оқып жатсың ба? Алла соған қарайды. Алла үшін болған амалдар ғана қабыл болып жатыр. Сол үшін ғайбат дегеніміз не екен?
біреудің кемшілігін айту. Жалпы қоғамда айтуға болмайды екен. Ал оны отбасымызда мүлдем айтуға болмайды екен. Бала шағаның жинап алып, шайдың ішінде отырып, ана көршіні ғайбаттап отырмаңдар, ана көршім сондай екен, ана көршім. Ана, бала, сен естіп ал, ана көрші сондай екен анау. Деп, оны балаға ондай нәрсені айтудың қажеті жоқ. Ертең балаң да сондай нәрсені естиді, қайталайды. Ертең балаң да қырық өтірікші болады, ғайбатшы болады, өсекші болады. Оны кім үйретті оған? Әке үйретті. Оған әке жауап береді. Міне, демек, үшінші әдебі сол екен, ешқашан отбасымызда да не сөйлемейік? Ғайбат, өтірік, өсек, жала жабу, тағы басқа, біреулердің айыбын ашу, білмеймін, біреулердің басында проблемаларын айтпаңыздар. Проблеманы кім береді? Алла береді. Ойламаңыздар, қазір осы отырған әр қайсымыздың көтере алатын сынақтарымыз бар. Бұл өмірде сынақсыз болмайды, бауырлар. Алла Құран кәрімде «Ла юкаллифуллаху нафсан илля вусаха» дейді. Шамаларың келмейтін сынақты Алла айтып жатыр, ешкімге берген жоқпын дейді. Сонда әр қайсымыздың көтере алатын сынақтарымыз бар. Сен оны көтере аласың. Ол бізге қайыр негізінде. Сол арқылы күнәң кешіріледі, дәрежең өседі, мол сауап аласың. 3 процесс қатар жүріп отырады. Қараңыздар. Бірақ бұл жерде бір өте қиын мәселе бар. Біреудің басындағы сынақны мынаяқта қазір шай ішіп отырып, өсек қылып айтып отырсаңыздар, ғалымдар айтады, егер қаласа, Алла Тағала соның сынағының дәмін саған таттырады деген. Бірақ саған ауыр болады деген ол сынақ. Өйткені сен көтере алатын сынақ ол емес қой. Сен көтере алатын онсыз өзіңнің сынағың бар. Енді ана біреудің басындағы проблемасын сен мынаяқта өсектеп айтып отырсаң, қазір әңгіме қылып, үстінен күліп отырсаң, қаласа Алла соның дәмін таттырады саған деген да. Дәмін татып көр, қалай екен көрсейсің де деп. Сол керек па саған дейді. Көрдіңіз ба? Ол керек емес. Демек, бұндай нәрсенің бәрінен аулақ болу керек. Міне Пайғамбар айтқан хадисті біз отбасымызда да бәр жерде қолданайық. Оны Расулullah дейді: "Ман кана юъмину биллахи вал яумил ахир фалякул хайран ау ла ясмут." Кім Аллаға қиямет күніне иман келтірген болса, хайырлы сөз сөйлеп жүріңіздер, болмаса үндемей жүріңдер деп жатыр Расулullah. Бүткіл жерде қолдан бұны. Жұмысқа барсаң да, үйге келсең де, қонаққа барсаң да, көршіге барсаң да, біреу келсе де, қай жерде жүрмейік, осы қағиданы кәдімгі заң қылып әрдайым есіңізге алып жүруіңіз керек. Сөйлейтін кезде сәл ойлан да, не айтайын деп жатқаныңда. Өйткені сен сөйлемей тұрған кезде сөзге сен иелік қылып тұрасың. Аузынан сөз шығып кеткеннен кейін мынау сөз енді саған иелік қылады. Сен оны қайтара алмай қаласың. Аузынан шығып кетсе сөз қазір тарап кетті. Енді сөзіңе жауап бер. Енді сөзіңе жауап бер. Періште жазып қойды ол нәрсені. Қияметте еше жауап бересің сен оған қазір. Сонда біреудің басындағы болатқаны проблема айтам деп, немесе ғайбат айтам деп, артық проблема керек па саған деп жатқаным ғой. Мына өмірде де, ана өмірде де. Мысалы қазір біреудің қатын туралы әңгіме қылсаң, ол ертең естіп қойса, әңгіме жетеді оған. Ертең саған разборға келеді да. Сен мен қатын туралы кеше әңгіме айтыпсың ғой деп. Сен оған жауап бересің қазір. Жоқ, мен сенің қатын Майраны айтқан жоқпын, анау Майраны айттым деп та. Қайсы Майра екен білмеймін бірақ. Сен қатынды Майра ма? Ода шаруам жоқ, мен ана Майраны айтқан дедім астағфирулла. Қияметте қалай жауап бересің сол Майраға енді? Періште жазып қойды оны. Періште жазып қойды. Сен біреудің қатын туралы сол бір әңгіме айтқаның үшін. Шариғат бойынша бір әйел кісінің атынан сөйлейтін болса, оған 3 куәгер болу керек. Қазидің алдында ол көтеріледі. Егер ол 3 куәгерін қойып бере алмаса, айтқан өсегіне, ол адамның артынан дүре соғылады. Дүре соғылады. Егер бұл өмірде дүре соғылмаса, ол қияметке қалады деген. Саған керек па сондай дүре деп жатқан ғой ертең қияметке, Алла сақтасын. Көрің, қаяқтағы біреудің бір қатыны туралы әңгіме айтамын деп, мына жақта қияметте арқаңа дүре соғайын деп тұрды, Алла сақтасын. Ол тозақтың несі, қамшысы ауыр болады деген. Шариғат айтады, лучше мына өмірде сол дүрені алып кетіңдер деген. Жеңіл мына өмірде деген.
Сөйтіп қазақ не еді? Үндемеген үйдей бәледен құтылады деген бәрі осыдан шыққан ғой негізінде. Қайтадан тақырыбымызға оралайық. Демек біз отбасымыздағы әдеп жайында келе жатырмыз. Демек әдеп деген бұл пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның сүннет, мұстахаб амалдары біздер үшін өте үлкен байлық. Соның үшіншісі не екен сөйтіп? Міне, бұл тыныштыңдар енді. Төртінші әдебі отбасымыздың мұсаадатил ахл фима юмкину амалуху минха. Отбасымызды шамамыз келгенше, қолымыздан келгенше отбасымызға қажетінде болу. Қайда болу? Отбасыңның қажетінде болу. Яғни қолынан келсе отбасыңда үлгере алмай жатқан жағаны қажетін өтеуге көмектес. Жұбайыңа көмектес, балаңа көмектес, қызыңа көмектес, мүмкін сабағына көмектес, әңгімелесіп, бір, яғни қалай қажетін өтей аласыз отбасыңыздың? Сол әдеп екен, әке тұрғысынан сен отбасыңа былайша айтқанда көңіл бөл деп жатыр. Көңіл бөліп қажетін өтеу бұл төртінші әдеп екен отбасымызда. Егерге телефон шұқылап жатқаннан көрі, телефон шұқылап жатқаннан көрі, не? Ол келіндергеден Алла қуат берсін, олар пасыда жуғызып қояды деп айтамайым. Ой, жақсы бол, тым болмаса жанымда әңгіме айтып отыршы дейді. Семен отырып әңгімелесудің өзі арман болды ғой бізге дейді. Шайың бәрін жасап береді алдыңа. Сен тын шай өтсең болды. Соған риза болады ол. Ой, бүгін демалыста бізге көңіл бөлді деп, келесі демалысқа шейін оны жырғып айтып жүреді. Ой, біздің жігітіміз машалла, бізге көңіл бөледі деп. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам сондай болған. Айша анамыз айтады. Расулаллах алейхиссалам қолы босаған кезде үй шаруасына пайғамбар алейхиссалам бізге көңіл бөлетін еді дейді Айша анамыз. Намаздың уақыты келген кезде, намаздың уақыты. Пайғамбар алейхиссалам біз танымайтындай, біз оны танымайтындай, шығып кетеді намазға. Ешкіммен сөйлеспейді, көңіл бөлмейді. Тастайды кетіп қалады Расулаллах дейді. Қайда кетіп қалады? Намазға пайғамбар қатты тұратын еді. Бұл намаз уақыт келген кезде болды. Тастайды да кетеді. Бітпеген шаруа, бітпеген күйінде қалып кете береді. Пайғамбар десең тыңдамайды ешкімді Расулаллах. Тастайды да кетеді дейді. Айша анамыз айтып жатыр. Пайғамбар алейхиссалам намазға қатты тұрған соншалық. Намаздан қайттан келгенге қайттан көңіл бөліп, үй шаруасында пайғамбар алейхиссалам осындай бізге көңіл бөлетін еді дейді Айша анамыз. Демек, міне қазіргі күнде құрметті ер азаматтар бізге осы нәрсе жетіспей жатыр. Телефонға уақыт табасыңдар, бірақ ал отбасымызға көңіл бөлуге кейде осыған сараңдық қылып жатады. Соның арқасында айқай шу, әйел адамда әйтеуір кейін мына жер толды, ыза бар. Әйтеуір бір сенен бір не табады. Өткен онда шайтаны бар ғой. Ол да бір сенің бір неңді табады. Өткен минус жоқ адам жоқ қой өмірде. Бәріміздің минусымыз бар. Алланың ғана минусы жоқ. Сосын Алланы субханаллада біз пәк дейміз. Шайтанның плюсі жоқ. Бірыңғай минус иблис екен. Бірыңғай плюс Алла екен. Біз ортасындамыз. Бізде минус та бар, плюс та бар. Сол үшін көңіл бөлінген кезде ол да ыза, ашуланады, сөйтіп ол айта бастайды. Сен неге өйтпейсің, неге өйтпейсің? Осыған жеткізбей көру екен. Мұнаның бәрі соның алдын алу, былайша айтқан кезде мағлұматтар ғой. Күнделік осы нәрсені көңіл бөліп, аз болса да көңіл бөліп білсек, онда ол кісі не болады? Соны бағалап, біздің жігітіміз керемет көңіл бөледі деп, соны мақтайып, марқайып күтіп жүреді. Бұл төртіншісі екен. Бесіншісі, адами изхарлы хилафат әл-айлия амам әл-әулад. Бесінші әдебі балалардың алдында әдепсіздік қылып, дауыс көтеріп ұрысуға болмайды. Жалпы шариғатта ерлі зайыптылар былай бір-біріне кішкене ашу келсе былай сөйлесуге рұқсат береді. Бірақ жеке. Қай жерде? Өзінің бөлмелерінде. Өзінің бөлмесіне кіріп, есікті құлтап алды. Или балалар шығарып жүр, балалар бір ойнап келіңдер деп
ақша беріп, бар магазинге барып, сок ішесіңдер ме, не ішесіңдер деп бір шығарып жүрді, есік жауып алды. Енді не? Әйеліңізбен оңаша сөйлесуге болады, шариғат рұқсат береді. Өйткені сенің де айтарың бар, оның да айтары бар. Бірақ айту керек екен ғой деп, тыңда, сен сөйлеме, тек мені тыңда деген әңгіме жоқ ол жерде. Солай кетпеу керек та, сен вообще сөйлеуге хақың жоқ. Сен тек тыңдайсың мені. Мен айтамын қазір, сен жазып алсың, ручка дәптерің қайда деп жерде дата соғып кетпеңдер. Оның да айтары бар. Яғни бұл жерде мәселе бар, бір-бірін кезек-кезек сөйлеген кезде мәселе шешіледі. Егер екеуі де ұрыс бір-бірін тыңдамай былай дауласып жатса, адам ашулаған кезде мына ми жабылып қалады екен, ақыл жабылып қалады екен, ақыл. Яғни сені ол тыңдап жатқан жоқ. Оның сөзін сен де тыңдап жатқан жоқсың бірақ. Мүмкін ол да дұрыс нәрсе айтып жатыр да. Сен тыңдашы деп жатыр. Сен оған басқа нәрсе ойлап тұрасың қазір. Жоқ, сен былай тұр, сен мені тыңда деп. Екеуі де тыңдамайды бір-бірін. Онда кезде не істеу керек? Не істеу керек онда кезде? Вот міне, кім айтты? Молодец. Мәншеңімді сыртқа шығып кетті болды. Бұл лабақ мешітке кетіп қал. Келді намаз оқы жерде. Намаз оқып, жерде салават айтып, Құран оқып отыр, иншалла. Бір айналып кел үйге, иншалла, бәрі орнына келеді. Шариғат бойынша ашу болып отқан кезде даже қазилардың өзін тоқтатып тастауға бұйырады. Сот бар ғой. Сот жүріп жатса, ана қылмыскердің нелер айыптар ашылып жатыр да, ана жерде айтылып жатыр. Мынандай істеген, надандықпен, мынандай жауыздықпен, мынандай істеген деп. Анау қазидың өзі ашуланып кетсе, ана нені естігеннен кейін, оңбаған екен ғой мынау десе, шариғат айтады, бұл сотты тоқтатыңдар дейді. Кейінге қалсын дейді. Неге кім ашуланып кетті? Қази ашуланып жатыр қазір. Адам ашуланған кезде дұрыс үкім шықпайды. Ашу болған кезде мынау ақыл жұмыс жасамайды. Өрде таза эмоция жұмыс жасайды. Нәпсі. Ал нәпсі ешқашан дұрыс үкім шығарып бермейді. Нәпсі тек қана давай дей береді ол. Ой, братан, тоқтама, давай дейді. До конца дейді. Ал ашуланған кезде үкім шықпайды. Сосын шариғат қазидың өзін тоқтат дейді. Бол, бүгін тоқтатыңдар сотты, кейінге қалсын дейді. Келесі жыл тағы да ашуланып кетсе, тағы да тоқтат дейді. Бұл қаншалықты жалғасады десе, қази қашан ашуланбай өзін ұстай алады, ол сөзге үкім шығады дейді. Сол сияқты отбасымызда да біздер кейде басшы, кейде қази боласын, оны ашу келді ма, бол, ол жерде бір-бірін тыңдамайсыңдар енді. Ашумен, айқаймен отбасың ондай берекетін қашырасыңдар. Балалардың сыртта жүргенінде пайда бермейді енді уже. Екең оңаша қалғанда не толық, сен ашуланып жатсың уже. Или ол ашуланып жатыр. Сол үшін бұл жерде мәселені шешілгені керек пе, или бір-бірімізге дауыс көтергеніміз керек пе? Қайсысы керек өзі? Мәселе шешілгені керек қой. Сөзі оны тыңда, ол айтып болсын. Ол айтып болдың ба деген кезде енді сен айт. Ол да сен ашуланбаған кейін, ол да ашуланбайды. Өткен ғалымдар айтқан, допты қабырғаға соқсан, өзіңе қайтады деген да. Тағы да қаттырақ соқсаң, қаттырақ қайтады. Сен кетіп қалсаң, доп тоқтайды сол жерде деген. Қабырға соғысып тұра бермейді ол доп. Сол ашу келді ма, болды, нені тоқтату керек процесті. Болды, терезені аш, есік бәрін аш, болды, адым бәрін нормально, кейінге қалды. Бүгінгі әңгіме кейінге қалды деп нені таратып жібер. Өйткені дауыстарын көтеріліп, бір-бірін тыңдамай жатсыңдар уже. Бұмен мәселе істелінбейді, мәселе шешілмейді. Не сенің айтқаның орындалу керек, немесе ол кісінің айтқанын орындалу керек қой. Екеуі біреуі жан айқаймен болған кезде ғана оңаша сөйлесуге шақырады ғой адам негізінде. Яғни екеуінің біреуінің хаққысы орындалмай жатқан кезде сол адам шағымданады. Жүрші оңаша сөйлесейікші деп. Сөзі екінші тарап не істей алу керек, оны тыңдай білу керек. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламда тыңдайтын. Тыңдады аналарымызды. Сол жақ біздің отбасымызда да мәселе шешілу үшін бізден не істеуіміз керек екен? Тыңдай алу керек. Демек, төртінші әдебі не екен? Бесіншісі, отбасымызда дауыс көтеріп, әсіресе балалардың алдында ұрыспау керек. Яғни, жұбайыңмен онда разборка жасамаңдар. Балалардың алдында әсіресе.
Балалардың алдында ешқашан ондай көрініс болмасын дейді. Бұл бесіншісі. Алтыншысы, адамын нашрил исрар ли хазикил усра ва хуружиха мин мухайтиха. Алтыншы әдебі, сол отбасындағы болған арасындағы әңгіме, сыр шығып кетпесін дейді. Қайда шығып кетпесін? Сыртқа шығып кетпесін. Бұл екеуің сөзде бір мәселеге тоқтадыңдар ғой. Енді оны қайтта мына қалып келіп көтеріп, адамдардың арасында досыңа айтып қажет емес, оны туысыңа айтып керек емес, көршіңе айтып қажет емес. Ол әңгіме сөзде қалу керек. Яғни ерлі зайыптың арасындағы екеуің келіскен әңгіме сөзде қалсын. Бұндай жағдайларды көтеруге болатын бірақ жағдай бар. Егер екеу дұрыс шешімін таппай жатса, ер азаматтың міндеті мамандарға келіп жолығып сол мәселені көтеру керек. Жеке. Кімге көтеру керек оны? Өткен екеуін сваркілеген кім? Имамдар ғой мешіттегі. Демек, отбасы жағдайын сол мамандар жақсы біледі. Шариғат бойынша. Келу керек та, емеке бір сұрағым бар еді, оңаша болады ма деп кейде сұрайды кісілер. Сөйде соны сұрау керек. Егер өзің отбасыңнан ретінде сұрай алмасаң, мүмкін үшінші жақпен сұраға болады. Осындай бір сұрақ бар еді, мысалға осындай бір отбасында осындай жағдайлар болып жатқан болса, егер де мысалға сол шариғат бойынша қалай болу керек еді деп, типа біреу деп сұрап жатқан сияқтап сұрауға да болады да. Яғни мен деп айтпай-ақ қой, басқа біреудің атын айтпай-ақ қой, Асан сен демей-ақ та қой. Мысалға емекеде, мысалы отбасы жағдайда осындай бір жағдай болып жатса егер мысалға, соны шариғат бойынша қалай жауап шешілу керек? Соны бір білейін дегеннен осындай бір сұрақтар деген сияқты сұрасақ, имам оны түсінеді. Ол имам ғой, кім еді адресін, кім ол деп сұрамайды оны. Инстаграм парақшасын берші, аккаунты бар ма, кім ол деп сұрамайды да оны. Ол имамдар жақсы түсінеді ондай теманы. Бірден тема кіріп кетеді. Осындай жауабы мынандай болады деп, сөйтіп біліп алып, ақырында бармен қарай сөйтіп солай шешіледі да бұл вопростар. Яғни шешілмейтін мәселе жоқ. Альхамдулилля, дінімізде бүткіл сұрақтың жауабы айтылып кеткен. Бүткіл мәселенің жауабы бар дінде. Біздер өзіміз сұрақ дұрыс көтере алмаймыз, дұрыс жеткізе алмай қаламыз. Сөйтеміз ашуға беріліп, айқай шумен, және ол шешілмейді. Сөйтті екеу бір-бірін кінәлаумен әлек. Мынаны кінәлап жатыр, мынаны кінәлап жатыр. Екеу екі жаққа шығарып бұл әңгімені сыртқа жайды, адамдармен ақылдасып жатыр. Мына ортаға адамдар көбейіп араласқан сайын бұл ушыға береді енді. Бұл теманы екі адам шешеді. Кім шешеді бұл екеуін? Міне. Адамды араластырмаңдар ешқашан араға. Яғни адамдар көбейген сайын біліңіздер, бұл шешілмейді. Өйткені мынау сырттағы болып жатқан адамдар сіздің отбасыңыздағы құндылықты білмейді олар. Олар өзіндегі бар запчасты тағадыға саған, бірақ ол саған келмейді да ол. Саған келмейді. Өткен айттым ғой, мысалы, сенің көлігің Lexus болса, оныкі Hyundai ма бір. Соны әкеп Cobalt па бірдеңені тығып алды запчасын. Саған келмейді ол. Қалай келтірем десің де келмейді. Саған тек қана Lexus запчастар керек. Сосын сырттағы адамдардың несін осылай болады. Міне шариғат айтқан сол. Отбасында болатқан не сыр, осындай әңгімелер сыртқа шықпау керек. Шықса да болады, жаңағыдай бір мамандармен кеңесу мағынада ғана болады. Немесе кейде қағаз жүзінде жазып қалдырады, немесе муфтияттың қазіргі күнде сайттары бар, сол сұрақ жазып жібереді. 3 күннің ішінде жауап келеді ар жақтан. Шариғат бойынша жауабы мынандай деп. 6-шы әдебі ма бұл? Демек, бірінші әдебі не екен? Бірді ұмыт қалмадыңдар ма? Екіншісі? Жақсы сөз сөйлеу. Жақсы сөйлеп жүріңдер енді. Үшінші? Ғайбат айту. Тыныш жүріңдер, ғайбат сөйлемей. Төртінші? Қажетін өте, отбасы қажетін. Қажетін, жаттап алыпсыңдар ғой. Вот, машалла. Бесінші? Балалардың алды ұрыспаңдар. Бала сен араласпай, тіл шатыр деп айқайлап. Бала оны түсінбейді оны. Әкеме не болды дейді, айқайлап жатыр дейді әкем. Балалар түсінбей ме? Балалар деп шығарып салды.
балалардың алдында айқайлап дауыс көтеріп ондай болмасын. Әсіресе отбасының арасында, ерлі-зайыптың арасындағы әңгімені балалар естімесін. Тыныш беззвукта бітірсіңдер, жаңа бөлмеге кіріп алып. Сыртқа шыққан кезде қайтадан күліп шығыңдар, түк болмағандай. Алтыншысы, бүгінгі дәріс өшімен тоқтаймыз. Қалған әдепті келесі дәрісте. Субханак астағфирука ва атубу илейк. Алла тағала естіген білгенімізге амал етіп нәсіп етсін. Алла тағала отбасыларымызға баракат берсін, бойдақтарымызға салиқалы жарлар нәсіп етсін. Неке құрған барша некелерімізге Алла тағала баракат берсін. Өсіріп жатқан ұрпақтарымыз иманды, ибалы, салиқалы ұрпақ болды нәсіп етсін. Не берсе де Алла тағала хайырмен нәсіп етсін. Аллахумма ихфирна, Аллахумма ирхамна, Аллахумма афина, Аллахумма разуқна. Саллаллаху алейхи ва саллям Мұхаммад Мұстафа. Амин. Аллаху акбар.